Тәуелсіздік таңы, мынау дала батырлар мекен деген, ақиқатқа қайтсем де жетем деген, қарсы тұрған жауынан жасқан баған, қалың қазақ қараңғы кетер ме деп, ағап келер шеттегі қиырдағы, еркіндікті алғанша тыйылмады, әділдікті көздеген сол жандарға, тәуелсіздік таңы да бұйырмады. Тұрса дағы тағдырдың тағысыны, бәсеңдемей халықтың шабысыны, пәк сенімін күллі жұрт табыстаған ел бастады Нұрсұлтан Әбішұлы. Әділ басшы түскен соң жол басына, сенді қазақ ауыр күн болмасына, сол кездегі жас алаш айналып тұр рухы биік қазақтың ордасына. Көркі еді оған бар таласқандай, бүгінде ешкім төндірмес қара аспандай, кең құшағын сансаққа созып жатқан қазағыма азаттық жарасқандай. Бір арманды көздейтін бір қауымбыз, ортақ болар бір жолдас бір жауымыз, еске алып барлығын осы жылы 30 жылды еңсеріп тұрғалымыз.